Сәлем, достар. Бүгін біз көпшілікті мазалайтын бір маңызды сұрақтың жауабын қарастырамыз. Диетаны неден бастау керек? Көп адам диета десе аш жүру, шектеу, ауырлық деп ойлайды. Алайда шын мәнінде диета бұл өзіңді жақсы көру мен күту жолы. Ал бастау үшін ең алдымен нақты мақсат қою керек. Мысалы, бір айда 3 кг тастаймын. Немесе тамақтану тәртібімді дұрыстаймын. Міне, осындай айқын мақсаттар мотивация береді. Екінші қадам – тамақтануды реттеу. Диета аштық емес. Керісінше, денеге қажет дәрумен мен энергияны дұрыс тамақпен беру. Қантты, ақ ұнды, фастфудты азайтып, оның орнына көкөніс, жеміс, ақуызға бай тағамдарды таңдаңыз. Үшінші қадам – су ішу. Көп адам мұны ұмытады. Ал шын мәнінде су майды ерітетін ең табиғи құрал. Күніне 1,5-2 литр таза су ішу ағзаны жаңартады. Төртінші, қозғалыс. Ешкім сізден марафон жүгір деп жатқан жоқ. Бірақ күнделікті 20-30 минут серуендеу майды кетіруге көмектеседі. Және ең соңғысы, өз-өзіңізді қолдаңыз. Әр қадамыңыз үшін өзіңізді мақтап отырыңыз. Себебі диета бұл тек денеге емес, санаға да жұмыс. Егер бұл кеңестер пайдалы болса, лайк басып каналыма жазылып кетіңіз. Келесі видеода тағы да пайдалы ақпаратпен кездескенше.